Ал енді мемлекеттің келесі бір түрі ол теократиялық. Естеріңізде болсын, Қазақстан ешқашан теократиялық мемлекет болмаған және де болмайды да. Теократиялық мемлекет дегеніміз не? Мемлекеттік саяси билік дін басылардың қолында болады. Яғни саяси басшы бір бөлек, діни басшы бір бөлек емес. Діни басшы, саяси басшы да бола береді. Бірақ оның қандай бір кемшілігі бар? Мәселен, ол теократиялық мемлекетте сен қаласаң да, қаламасаң да бір дінді ұстануға міндеттісің. Қараңызшы, сіз бір барлығымыз әлмисақтан бері мұсылманбыз деп айтамыз, қазақ халқы ата бабамызда мұсылман болған деп айтамыз. Бірақ сізге біреу келсе, сен қаласаң да қаламасаң да христиан боласың десе, сізге қалай? Сіздің сенім бостандығыңызды шектейді ғой. Естеріңізде болсын, әлемде ешқандай 100% Құран және де сүннетпен жүретін ислам мемлекеті жоқ, яғни теократиялық мемлекеті жоқ, яғни 100% діннің негіздерінде жүретін. Сондықтан деструктивті діни ағымдардың айтып жүретін ислам мемлекеті халифат ол сандырақ нәрсе. Сондықтан ондай нәрселерге сенбеңіздер.